2025 жылдың қыркүйек айында Қарағанды өңірінде жаңа жоба іске қосылды. Ұлт қазынасы – бұл ауыл жастарына арналған ерекше мүмкіндік. Мақсат ауылдағы жас таланттарды тауып, қабілетін ашу, мүмкіндіктер беру, шабыт сыйлау. Жоба жариялана салысымен үлкен қызығушылық тудырды. Әлеуметтік желілерде пікірлер, ұстаныстар, сұрақтар пайда болды. Ал менторлар болуға өз саласының мықты 20-дан астам маманы өтінім берді. Дауыстар жабық жиналған жоқ, барлығы ашық форматта өтті. Дауыс беру Сарыарқа жастары порталында ұйымдастырылды. Нәтижесінде 13 жүздік ментор анықталып, онлайн дауыс беруге 7000-нан астам адам қатысты. Әрбір ментор өз саласының кәсіби шебері. Олар жастармен жұмыс істеудің жауапкершілігін сезіне білді. Менторлармен Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Әлібек Әлдени арнайы кездесті. Кездесуде жобаның маңызы, оның аймақ үшін рөлі, жастардың мәселелері мен қажеттілері талқыланды. Осыдан кейін алғашқы таныстырылым брифинг өтті. Менторлар жоба миссиясын, алдағы қадамдарды, жұмыс тәртібін нақтылап алып, бір-бірімен жақынырақ танысып, ортақ идеялар бір бағытқа тоғысты. Әрі қарай сапарлар басталды. Менторлар ауылдарды аралап, жастармен кездесіп, олардың ойы мен мақсаттарын тыңдады. Жергілікті телеарналарға сұхбат беріліп, жоба туралы репортаждар эфирге шықты. 3 ай нәтижесінде менторлар 35 ауылдық аймақты аралады. Нәтижесінде 40-тан астам шәкірт таңдалды. Бұдан кейін практикалық кезең бастауын алды. Менторлар шәкірттерімен бірге жұмыс істеп, мақсат қойып, даму жоспарын жасады. Тренингтер, семинарлар, консультациялар, мастер-класстар өтті. Әр шәкірт өзін көрсетіп, жаңа тәжірибе жинады. Жоба барысында тек қана білім емес, мәдени және танымдық іс-шараларда кең ұйымдастырылды. Жастар Карлаг музейі, театр, шығармашылық орталықтарға барды. Шәкірттер өздері поэзия кешін өткізді. Бұл олардың тұлғалық дамуына ерекше әсер етті. Сонымен қатар, әр ментор жоба мұрасы ретінде 3 бейне сабақ дайындады. Барлығы 40-тан астам бейне сабақ түсірілді. Олар YouTube, TikTok, Instagram, Facebook платформаларына жүктеліп, бұл ауыл жастары үшін кез келген уақытта ашық қолжетімді білім болып қалды. Жоба ресми түрде аяқталғанымен, бұл тек қана бастамасы. Менторлар мен шәкірттердің жолы әрі қарай да жалғасады. Жобаның мақсаты нәтижеге жету, мүмкіндікті көбейту, жастардың болашағына сенім ұялату. Ұлт қазынасы бұл ұлттың үміті, жастар ұлттың мақтанышы.